Енді кәсіпкерлер жайы. Ресей аумағында жұмыс істеп жүріп түрлі қиыншылыққа тап болған қазақстандық кәсіпкерлерге осы елдегі бизнес-омбудсмендер көмектеседі. Оны қағаз жүзінде бекіту үшін Қазақстан кәсіпкерлерінің құқықтарын қорғау жөніндегі уәкіл Болат Балымбетов Мәскеу қаласына арнайы барып ресейлік әріптестермен ынтымақтастық жөніндегі меморандумға қол қойды. Құжатқа сай енді отандық іскер азаматтардың Ресей аумағында жұмыс істеуі аз да болса жеңілдейді. Болат Балымбетов бүкіл Ресейден жиналған арнайы уәкілдермен кездесу өткізіп, Қазақстанда жақында ғана құрылған бизнес-омбудсмен институтының қызметімен елімізде кәсіпкерлердің жұмыс істеуіне қандай жағдай жасалғанын кеңінен баяндап берді. Қандай ол енді қандай проблема болса кәсіпкердің, қандай құқық па, әлде мына тауар, бір жерде тауарды алу керек па, әлде ақша түсіп, ақша келмей жатыр ма, әлде кәсіпкер Ресейдің кәсіпкерін таба алмай жатыр ма. Енді қандай проблема болса, сол проблема қолына келгенше көмектессін деп отырмыз ғой. Ол бірінші мақсатымыз, келгеніміз сапарымыз мақсаты, екінші тәжірибе алмасу.